Төменде берілген пікірді дұрыс сөзбен толықтырыңыз. Кез келген механикалық қозғалыс әрине салыстырмалы болады. Келесі есеп: массасы 80 кг, ал жылдамдығы 5 метр секунд велосипедшінің кинетикалық энергиясы. Кинетикалық энергияның формуласы бойынша E кинетикалық тең mv квадрат бөлінген 2 тең болады 80 көбейтілген 5-тің квадраты 25 бөлінген 2. Яғни есептей келе 1000 джоуль. Бір нүктеге түсірілген 8 ньютон және 11 ньютон күштері векторлары арасындағы бұрыш 270 градус. Осы күштердің тең әсерлі күші. Бірінші күшті оң жаққа қарай 8 ньютон деп жазатын болсақ, екінші күш оған 270 градус. Яғни тік төмен болады, екеуінің арасы қайтадан 90 градусқа келеді. Пифагор теоремасына сәйкес, егер екі күштің арасы 90 болса, f квадрат f1 квадрат плюс f2-нің квадраты. F тең болады түп арасында 8-дің квадраты плюс 11-дің квадраты. Есептей келе жуықтап жауап 13,6 шығады. Келесі есеп: гидравликалық машинадағы қысым 400 килопаскаль, оның кіші поршеніне 200 ньютон күш әсер етеді. Кіші поршеннің ауданы. Қысымның формуласы бойынша P тең F бөлінген S. Осы жерден S-ті өрнекте болатын болсақ, F бөлінген P. Есептей келе, есептің жауабы 5 сантиметр квадрат шығады. Келесі есеп: массасы 2 тонна автомобиль авариялық тежелуде 35 метр жол жүріп барып тоқтаған. Егер үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең болса, онда үйкеліс күшінің жұмысы. Үйкеліс күшінің жұмысы A тең F үйкеліс көбейтілген S болады. F үйкеліс горизонталь жазықтықта mg мюға тең көбейтілген S. Яғни 2000 көбейтілген 10 көбейтілген 0,4 көбейтілген 35. Көбейтсек 4 140 280 кило джоуль болады. Әрине, біз модулі түрінде шығардық. Үйкеліс күшінің жұмысы әрқашан теріс болады. Сол үшін жауап минус 280 кило джоуль. Төменде берілген анықтамаға сәйкес келетін жауапты көрсетіңіз. Екі дененің бір-бірімен әсерлесу кезінде күштер бір түзу бойында модулі жағынан бірдей және бағыты жағынан қарама-қарсы болады. Әрине, бұл Ньютонның үшінші заңы. Келесі есеп: 252,5 ньютон күштің әсерінен ұзындығы 90,5 метр серіппе 50 сантиметрге созылды. Серіппенің қатаңдығы. Гук заңы бойынша F тең K көбейтілген X. Яғни бізде әсер етіп жатқан күш 252,5 тең K көбейтілген деформацияланған арақашықтық ол 50 сантиметр, яғни 0,5 метр. K тең болады осы жерден 505 ньютон бөлінген метр. Материалдық нүктенің жылдамдығы уақыт теңдеуі мына түрде берілген. V тең 16 плюс 2-ті. Нүктенің 9 секунд уақыттағы орын ауыстыруының модулі. S әрине ол жылдамдық функциясының алғашқы функциясы болып табылады. Сол үшін 16t плюс 2t квадрат бөлінген 2 деген бізде S-тің жаңа функциясы пайда болады. Егер уақытты орнына қоятын болсақ, 16 көбейтілген 9 плюс 2 81 бөлінген 2. 2 мен 2-ні қысқартамыз. Көбейтілген әрине мына жерде. Тең болады 225 метр. Массасы 1 килограмм материалдық нүкте шеңбер бойымен тұрақты 4 метр секунд жылдамдықпен қозғалуда. Жарты периодқа тең уақыт ішінде дене импульсінің өзгерісінің модулі. Дене импульсінің өзгерісінің модулі дельта P тең P2 минус P1. Шеңбер тәріздес траектория елестететін болсақ, екі нүкте салайық. Мынау бастапқы нүкте бірінші нүкте болсын, мынау соңғы нүкте екінші нүкте болсын. Бастапқы нүктеде дене жылдамдығы жоғары қарай болған болса, соңғы нүктеде дене жылдамдығы төмен қарай дәл сондай мәнде. Енді бастапқы импульс m көбейтілген v, соңғы импульс m көбейтілген v, бірақтан бағыты теріс болған үшін минус m көбейтілген v болады. Енді
Біз импульстың өзгерісіне келетін болсақ, дельта P тең, тағы да жазайық, P2 минус P1 тең болады минус M көбейтілген V минус M көбейтілген V. Яғни, біз мәндерімізге қайтадан көз салатын болсақ, масса 1 килограмм, жылдамдық 4 метр секунд. Минус 1 көбейтілген 4, минус 1 көбейтілген 4. Жауап минус 8 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд болады. Бізге импульстың өзгерістің модулін сұрағандықтан дельта P тең болады 8 килограмм көбейтілген метр секунд. Жауабымыз D дейміз. Металдан жасалған бұйымның ауданы, кешіріңіздер, ауадағы салмағы 7,8 ньютон, ал судағы салмағы 6,8 ньютон. Осы металды белгісіз сұйыққа салған кезде оның салмағы 7,1 ньютон. Белгісіз сұйықтықтың тығыздығын анықтаңыз. Судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб. Ауадағы салмағы дененің P болсын, M көбейтілген G-ға тең. Судағы салмағы P су деп жазайық, шартты түрде. P ауадағы минус F Архимед судағы. Яғни F Архимед су деп қойық. Тең болады. Осы жерден, яғни F Архимед судың 1 ньютон екенін таба аламыз. F Архимед суда тең болады ρ, яғни судың тығыздығы көбейтілген G көбейтілген V дене. Дене толықтай батқан үшін дененің барлық көлемін жазамыз. Осы жерден біз дененің көлемін таба аламыз. Дененің көлемі тең болады Архимед күші судағы бөлінген судың тығыздығы көбейтілген G. Яғни орындарына қоятын болсақ, 1 бөлінген 10-ның 3 дәрежесі, яғни 1000 көбейтілген 10. Тең болады 10-ның минус 4 дәрежесі метр куб. Келесі, белгісіз бір сұйықтыққа салғаннан кейін оның салмағы 7,1 ньютон болады екен. Есептің бірінші жартысы бітті. Келесі, белгісіз сұйықта дененің салмағы P2' болсын. Ол деген сөз ауадағы салмағы минус F Архимед осы белгісіз сұйықтықтағы. Белгісіз сұйықтықта Архимед күші тең болады ρ осы сұйықтықта көбейтілген G, дене толықтай батқандығы үшін көбейтілген V дене болады. Біз белгісіз сұйықтықтың тығыздығын табуға міндеттіміз. Ары қарай, белгісіз сұйықтықтағы салмағы 7,1 ньютон, ауадағы салмағы 7,8 ньютон, және мына жерге белгісіз сұйықтықтағы Архимед күшінің орнына мән әкеп қояйық. Яғни ρ G көбейтілген V дене дейік. Осы жерден ρ көбейтілген G-ді егер орнына қоятын болсақ, 10 көбейтілген V дене, бағана бізде 10-ның минус 4 дәрежесі метр куб шыққан еді. Тең болады 7,8 минус 7,1 тең 0,7 ньютон. Осы жерден есептей келе, ρ тең болады 700 килограмм бөлінген метр куб. Жауабымыз С. Келесі есеп. Массасы 2 тонна дене жылдамдығын суретте көрсетілгендей етіп өзгертеді. Денеге әсер ететін күштің қозғалыстың алғашқы 4 секундындағы орташа қуатын табыңыз. Орташа қуат әрине N тең жасалған жұмыс бөлінген уақыт. Бізде бұл жерде графиктен көріп тұрғанымыз жасалған жұмыс ол кинетикалық энергияның өзгерісі. Яғни кинетикалық энергияның өзгерісі бөлінген уақыттың өзгерісі деп айтыламыз. Тең бастапқы кинетикалық энергия мен соңғы кинетикалық энергияның айырмасы m бөлінген 2 v квадрат минус v бастапқы квадрат бөлінген дельта t дейміз. Барлық мәндерді орнына қоятын болсақ, массамыз бізде 2 тонна, 2000 бөлінген 2 көбейтілген соңғы жылдамдығымыз 9, яғни жақшаның ішінде 9-дың квадраты минус бастапқы жылдамдығымыз 3, 3-тің квадраты бөлінген
уақытымыз да 4 секунд екен. Тең 2 мен 2000-ды қысқартсақ, мына жерде 1000 қалады. 9-дың квадраты 81 минус 3-тің квадраты 9. 72 бөлсек 18 киловатт деген жауап шығады. Ара қашықтығы 225 км болатын Семей және Өскемен қалаларынан бір-біріне қарама-қарсы бағытта 2 автокөлік шықты. Семей және Өскемен қаласын шартты түрде сызып алайық. Өскемен және Семей. Екеуінің ара қашықтығы 225 км. Біріншісі 90 км сағат, яғни Семейден машина автокөлік 90 км сағат жылдамдықпен шықты. Екіншісі 20 метр секунд дейді. Ара қашықтық километрмен және бірінші дененің жылдамдығы километр сағатпен берілгендіктен 20 метр секундты біз километр сағатқа айналдыруымыз оңай болады. 20 метр секунд дегеніміз 72 километр сағат. Енді негізгі сұраққа келетін болсақ, 0,5 сағаттан соң, яғни жарты сағаттан соң олардың ара қашықтығы дейді. Екі дене бір-біріне қарама-қарсы жүргендіктен олардың салыстырмалы жылдамдықтарының модулі екі жылдамдықтың қосындысы болады. Яғни 90 плюс 72 км сағаттар. Тең болады 162 км сағат. Екеуі жабылып жарты сағатта S тең V салыстырмалы көбейтілген T, яғни жарты сағатта 162 км сағат жылдамдықпен екеуі 81 км жол жүреді. Егер 81 км жол жүретін болса, олардың арасындағы ара қашықтық біз шартты түрде дельта X деп белгілейік. Дельта X тең S Семей мен Өскеменнің арасы, яғни бұны S бастапқы деп қояйық. Минус S тең болады 225 минус 81. Тең 144 километр болады. Келесі есеп. Математикалық маятниктің тепе-теңдік жағдайына қатысты потенциалдық энергиясының уақытқа тәуелділік графигі берілген. L нүктесіндегі маятниктің толық механикалық энергиясын табыңыз. Толық механикалық энергия әрқашан ол потенциалдық және кинетикалық энергиялардың қосындысы, және ол ешқандай сырттан күш әсер етпеген жағдайда константа болады. Егер толық механикалық энергия константа болса, мысалға мына нүктеде ол, яғни потенциалдық энергияның максимум болған нүктесінде толық механикалық энергия 20 джоульға тең. Сондықтан, яғни дәл сол уақытта кинетикалық энергия 0-ға тең болғандықтан, әрқашан толық механикалық энергия 20 джоуль болып қала береді. Нүкте шеңбер бойымен 0,125 айналым секунд жиілікпен қозғалуда. Яғни жиілігі нью тең болады 0,125 герц десек болады. Төменде берілген уақыттардың ішінен нүктенің бастапқы орнымен салыстырғанда орын ауыстыруы ең үлкен болатын уақыт. Жалпы бірінші бізге периодты тау керек болады. Период тең 1 бөлінген нью, яғни 1 бөлінген 0,125 тең болады 4 секундқа. Егер 4 секундқа тең болатын болса, енді біз жауап варианттарына келейік, жауап нұсқаларына келейік. 1 минут деген ол 60 секунд. Байқасақ, 60 секунд, 32 секунд, 12 секунд және 40 секунд ол бізде 4 санының, яғни периодтың еселігі. Ол деген не деген сөз? Мысал ретінде А вариантындағы 60 секундтан бастайық. 60 секунд деген сөз әр 4 секунд сайын шеңбер бойымен қозғалған дене өзінің бастапқы орнына қайтып келген үшін 15 рет өзінің орнына қайтып келсе 60 секунд өтеді деген сөз. Бұл жағдайда орын ауыстыру 0-ге тең. 32-де 4-тің еселігі 8 бол, яғни 8 рет айналып келгенмен тең болады. Орын ауыстыру 0-ге тең. 12-де дәл сондай, 40 секундта дәл сондай. Ал Д жауабында болатын болса 42 секунд, яғни 10 рет айналып, 10 рет шеңбер бойымен дене айналып, 11-ші айналымға кеткен кезде оның жартысына жетеді деген сөз. Сол үшін ол жерде
орын ауыстыру максимал болады. Келесі есеп. Айдын мен Дәурен веломарафонға қатысады. Айдын 2 метр секунд квадрат үдеумен бірінші шықты, ал Дәурен 4 секунд өткен соң 4 метр секунд квадрат үдеумен шықты. Дәуреннің қозғалысы басталғаннан 4 секунд өткенде Дәуреннің Айдынға қатысты салыстырмалы жылдамдығы. Бірінші Дәуреннің және Айдынның жылдамдықтарын табу керек болады. В Дәурен, яғни А Дәурен көбейтілген Т Дәурен деп шартты түрде белгілейік. Дәуреннің үдеуі 4 метр секунд квадрат. Уақытты біз Дәуреннің қозғалысынан бастаймыз, яғни Дәуреннің қозғалысынан 4 секунд уақыт өткен кезде 4 тең 16 метр секунд болады. Ал Айдынның жылдамдығы В Айдын тең болады А Айдынның көбейтілген Т Айдынның. Тең Айдынның үдеуі 2 метр секунд квадрат, бірақ Айдын үшін Дәурендікі сияқты уақыт 4 секунд өтпейді. Ол Дәуреннен 4 секунд бұрын қозғалысын бастаған үшін 8 секунд уақыт өтеді. Жалпы оның жылдамдығы да 16 метр секунд. Бұлар марафонға қатысушы, яғни бір бағытта жүгіруші адам болғандықтан, бұлардың салыстырмалы жылдамдығы формуласы бойынша V салыстырмалы тең V салыстырмалы тең болады V Дәурен минус V Айдын, яғни 16 минус 16 тең болады 0-ге. Неге Дәуреннің жылдамдығынан Айдынның жылдамдығын алдық? Өйткені Дәуреннің жылдамдығын сұрап жатыр, Айдынға қатысты. Сол үшін бізге белгілі формула V салыстырмалы вектор түрде тең еді. V дене минус V бақылаушы. Бақылаушы бұл жерде Айдын, ал дене болса Дәурен. Осы формулаға сәйкес біз мына теңдікті қолданамыз. Қозғалтқышының қуаты 30 киловатт, 90 метр куб суды 5 минут ішінде 5 метр биіктікке жеткізетін қондырғының пәкі. Бізге қозғалтқыш қуаты берілген. Қозғалтқыштың қуаты ол толық қуат болып есептеледі. N толық тең 30 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ватт. Енді біз пайдалы қуат табатын болсақ, біздің бүкіл жасап жатқан жұмыстың мақсаты суды көтеру бір белгілі биіктікке. Пайдалы қуат тең болады біздің жасалған пайдалы жұмысымыз, яғни M көбейтілген G көбейтілген H. Потенциалдық энергиясын, судың потенциалдық энергиясын өзгерттік. Бөлінген 5 минут уақытымызда бар екен Т. Тең бізге судың массасы белгісіз, бірақтан судың тығыздығы мен көлемі белгілі. Сол үшін ρ көбейтілген В-ға ауыстырамыз массаны, көбейтілген G көбейтілген H бөлінген Т болады. Тең судың тығыздығы 1000 көбейтілген көлемі 90 көбейтілген G бізге 10 деп берілген екен. Көбейтілген биіктігі 5 метр. Ал уақыт болатын болса 5 минут. 5 минутты секундқа айналдырамыз міндетті түрде. 5 көбейтілген 60 секунд. 5 пен 5-ті қысқартамыз. 0 мен 0-ды қысқартсақ, 6 мен 9-ды 3-ке қысқартсақ, мына жерде бізде 30 қалады, мына жерде 2 қалады. 2 мен де қысқартсақ, 15 қалады. Тең 15 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ватт. Енді пәкін есептейтін болсақ, это тең болады бізде N пайдалы, яғни пайдалы қуат бөлінген толық қуат көбейтілген 100%. Тең 15 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі бөлінген бізде толық қуат берілген еді. 30 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. 30 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген 100%. Қысқарады, мына жерде бізде 2 қалады, тең 50%. Жауап бай. Кестеде қалыпты атмосфералық жағдайда кейбір газдардың тығыздықтары берілген. Ең үлкен орташа квадраттық жылдамдық. Жылдамдыққа қай газдың молекулалары ие болатынын көрсетіңіз. Қалыпты атмосфералық жағдайда кейбір газдардың тығыздықтары берілген. Яғни бұл газдардың барлығының қысымдары бірдей деген сөз.
P тең болады 1 бөлінген 3 ро көбейтілген v квадрат. Осы жерден орташа квадраттық жылдамдықты өрнектейтін болсақ, 3 көбейтілген P бөлінген ро түбір астында. Көргеніміздей, орташа квадраттық жылдамдық тығыздықпен кері пропорционал. Сонда бізде тығыздығы ең аз газдың орташа квадраттық жылдамдығы ең үлкен болады. Бізде кесте бойынша тығыздығы ең аз ол сутегі. Сол үшін жауап А дейміз. Изобаралық процестің графигін көрсетіңіздер. Енді бұл жерде графиктерді жеке-жеке талдап өтейік. Бірінші график. Изобаралық процесс дейді. Бізде біріншіден қысым өзгеріп жатыр. Сол үшін бұл график бола алмайды. Екінші графикте дәл сол себеппен изобаралық бола алмайды. Үшінші және төртінші графиктерді жеке-жеке қарастырайық. Үшінші графикке келетін болсақ, PV тең нью rt, яғни Менделеев-Клапейрон формуласынан нью r бізде әрқашан тұрақты және P қысымда тұрақты. Сол үшін V бөлінген T тең константа болады. Не болмаса бұл екеуі бір-біріне тура пропорционал. Тура пропорционал болғандықтан ол екеуінің графигінің созбасы 0 нүктесін міндетті түрде кесу керек. Яғни 0 нүктесіне міндетті түрде тию керек дейміз. Сол үшін үшінші график сәйкес келеді, ал төртінші график сәйкес келмейді. Келесі есеп. Төмендегі графиктерде идеал газ концентрациясының N және температурасының T уақытқа тәуелділіктері көрсетілген. Осы тәуелділіктерден байқайтынымыз уақыт өткен сайын газдың қысымы. Газдың қысымының формуласында, яғни газдың қысымының формуласында N да T да болған қалаймыз. Сол үшін біз NKT формуласын қолданайық. NKT формуласында қарайтын болсақ, газдың қысымы бізде концентрациямен де және температурамен де тура пропорционал дейміз. Енді графиктерге қарайтын болсақ, уақыт өткен сайын концентрация артып жатыр, демек қысым арту керек. Екінші графикке қарайық. Уақыт өткен сайын температура артуда. Температураның арту жылдамдығы кемігенмен температураның өзі артуда. Сол үшін N де артып жатса, T да артып жатса, P міндетті түрде арту керек. Жауап А дейміз. Келесі есеп. Егер бір атомды идеал газдың плюс 27 Цельсий температурада орташа кинетикалық энергиясы E1 болса, онда осы газдың 327 Цельсий температурадағы орташа кинетикалық энергиясы. Бірінші, температураны біз кельвинге айналдырамыз міндетті түрде 27 плюс 273 дейміз. Яғни тең 300 кельвин. Т2 дәл осындай жолмен тең болады 600 кельвинге. Енді орташа кинетикалық энергия Е тең 3 бөлінген 2 КТ-ға тең. Бастапқыда Е1, яғни тең болады 3 бөлінген 2 КТ1. 3 бөлінген 2 көбейтілген К-ның мәнін орнына қоймай қойсақ та болады, көбейтілген 300. Е2 тең болады 3 бөлінген 2 көбейтілген К көбейтілген Т2. Тең 3 бөлінген 2 көбейтілген К көбейтілген 600 болады. Мына жерде әртүрлі методтар қолдансаңыздар болады, әдістер қолдансаңыздар болады. Бірақ меніңше былай да көрініп тұрған сияқты 600 300-дің екі есесі болғандықтан Е2 тең болады 2 Е1-ге. Жауап С. Келесі есеп. Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген x тең 0,6 косинус 157 t дейді. Келесі жауаптарда берілгендердің дұрыстарын табуымыз керек. X тең бізде x максимум көбейтілген косинус көбейтілген омега t плюс фи 0. Бұл жалпы гармоникалық тербеліс жасаған тербелістің теңдеуі. X тең бізде өзімізге берілген теңдеу бойынша 0,6 көбейтілген косинус жақшаның ішінде, яғни біз жақшаны жазбай қосып та болады, 157 көбейтілген t. Бұл жерден демек фи 0 бізде бастапқы фаза 0-ге тең. Жауаптардан қарайтын болсақ, бастапқы фазаны сұраған ешқандай жауап жоқ. Екіншісі,
xm амплитудасы 0,16 метр екен. Яғни тербелістің амплитудасы 0,16 метр дейміз. Жауаптардан амплитуданы айтқан жауаптарды қарайтын болсақ, мына жерде 0,16 сантиметр дейді. Оған мән беру керек. Екіншісінде амплитудасы 60 сантиметр дейді. Әрине жауап аш болады. Одан кейін циклдік жиілік бар екен. Жауаптардың ішінде және период бар екен. Циклдік жиілікке келетін болсақ, циклдік жиілік ол т-ның алдында тұрған сан. Яғни 157 радиан бөлінген секунд болу керек. Ол бізде Е жауабы. Және периодқа келетін болсақ, период тең 2 пи бөлінген омега екенін барлығымыз білеміз. 2 пи бөлінген 157 тең болады 0,4 секунд. Ондай жауап іздеп қарайтын болсақ, ондай жауапта бар екен. Жауап С дейміз. Келесі есеп, 2 дене 400 метр қашықтықта өзара тартылады. Егер қашықтықты 400 метрге арттырсақ, онда олардың тартылыс күші. Бірінші жағдайда F1 тең болады G M1 M2 бөлінген R1-дің квадраты. Екінші жағдайда қарайтын болсаңыздар F2 тең болады G M1 M2 бөлінген R1 плюс дельта X-тің жалпы квадраты. Бірақ қарайтын болсақ, басындағы ара қашықтық 400 еді, оны тағы да 400-ге арттырдық. Яғни, былайша айтқан кезде, былай жазуға болады. G M1 M2 егер дельта X-те ол R1 болса, мына жерден шығатын жауап 2R1 болатын еді. 2R1 болса, оның квадраттаған кезде 4R1-дің квадраты. Былай қарайтын болсақ, бұл не деген сөз? Тең мына жердегі мән ол бастапқы F1-ге тең. Демек, F1 бөлінген 4 деген сөз. Бастапқы күш 4 есе кемейді. 4 есе кемейді деген жауап бізде бар екен. Бірақ тек қана осы екен, жоқ, бізде пайыз түрінде де бірнеше жауаптар берілген екен. Пайыз түріндегі жауаптарды табу үшін бізге пропорция құру керек болады. F1 бастапқыда 100% еді. F2 x% деген бір пропорция құрамыз. Бұл пропорцияны оңайырақ болу үшін қайтадан жазатын болсақ, F1 ол 100%, яғни оңайырақ дегенде F2-ні F1 түрінде жазайық. F1 бөлінген 4 x%. Енді пропорция оңайлады деген үміттеміз. Осы жерден F1 бөлінген 4 ол әрине 100 бөлінген 4 тең болады 25%-ға. Бұл F2-ге тең. F2 25% болса, біз жауаптарымызға қайтадан келеміз. Жауаптарымызда 75%-ға кемейді, 300%-ға артады деген сияқты жауаптар бар екен. Бізде 25% болған үшін бастапқыда 100 еді, яғни жазып көрсететін болсақ, бастапқыда 100% еді, кейіннен 25% қалды. Сонда жауап 75%-ға кеміді болады. Сол үшін біз жауапты А дейміз. Екі жауабы бар екен. Келесі есеп, егер нормаль қысым күшін 2 есе кемітіп, ал жанасу ауданын 2 есе арттырсақ, онда горизонталь бетпен қозғалған денеге әсер ететін сырғанау үйкеліс күші. Үйкеліс күшінің формуласы F тең n көбейтілген мю екенін барлығымыз білеміз. Бұл формулаға үңіліп қарайтын болсақ, бұл формулада горизонталь бетпен жанасу ауданы, яғни S туралы ешқандай мәлімет жоқ. Бұл деген сөз үйкеліс күші S-ке ешқандай қатысы жоқ деген сөз. Тек қана нормаль қысым күшіне қатысы бар. Егер нормаль қысым күшін 2 есе кеміп жатсақ, үйкеліс күші де 2 есе кемейді. Дәл жаңағы алдыңғы есеп сияқты, егер 2 есе кемейтін болса, F үйкеліс бастапқы ол 100% еді. F үйкеліс кейінгі, егер 2 есе кемісе 50% қалады. 50% қалса бізде қанша пайызға кемейтінін сұрап жатыр. 50% қалса 50%-ға кемейді деп жауап береміз. Келесі есеп. Сұйықтар үшін дұрыс жасалған тұжырымдарды көрсетіңіз.
Бұл жерде кезек-кезек оқимыз. Бірінші, А варианты сұйықтар құйылған ыдыстың пішінін алады. Әрине, кез келген сұйықты кез келген ыдысқа қойсақ, ол сол ыдыстың пішінін қабылдайды. Сұйық пішінін сақтайды. Жоқ, ол қатты денелер ғана сақтайды. Сұйық көлемін сақтайды. Әрине, сұйық өз көлемін сақтайды. Сұйықтың молекулалары периодтық тор құрайды. Олай емес. Сұйықтар қысымды түсірілген күштің бағытында таратады. Бұл да қатты денелерге тән қасиеттер. Сұйықтар ішіне батқан денені ығыстырып шығаруға тырысады. Бұл Архимед күшінің бір көрінісі. Сұйықтар ішіне батқан денені батыруға тырысады. Ондай нәрсе жоқ. Сұйықтар 100 градуста газға айналады. Бұл тек қана суға қатысты. Жалпы сұйыққа қатысы сонда бізде А, С және F варианттары дейміз. Келесі есеп. Төмендегі графикте идеал газдың бір циклдегі ауысу процестері көрсетілген. Әр ауысу аралықтары туралы дұрыс тұжырымдарды табыңыз. Бұл жерде ең бірінші біз графиктің түріне қараймыз. ТВ графигі екен. Егер өзіміз үшін әр аралықты айтатын болсақ, 1 мен 2 аралығы, ең бірінші аралық, бізде бұл изобараға сәйкес. Изобара. 2 мен 3, байқап тұрғаныңыздай, ол изохораға сәйкес. 3 пен 4 изобараға сәйкес, және 4 пен 1 изотермияға сәйкес дейміз. Енді осындай жауаптарды іздеуіміз керек болады. 1 мен 2 ауысуы изохора, дұрыс емес. 2 мен 3 ауысуы изобара, дұрыс емес. 3 пен 4 ауысуы изохора, ол да дұрыс емес. 4 пен 1 ауысуы изотермия, ол дұрыс екен. 1 мен 2 ауысуы изобаралық, ол да дұрыс. 2 мен 3 ауысуы изотермиялық дейді, дұрыс емес. 3 пен 4 ауысуы изобаралық процесс, дұрыс, және 4 пен 1 ауысуы изобаралық процесс емес. Бізде сонда жауаптар Д, Е және G болады. Келесі есеп. Жазды күні 30 Цельсий температурадағы су буы молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы қысты күні минус 30 Цельсий температурадағы су буы молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығынан қанша есе артық не болмаса кем екенін сұрап жатыр. Бірінші, 30 градус ыстықтағы су молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы жазатын болсақ, В тең 3R Т бөлінген мольдік масса дейміз. Тең, бұны В1 дейік. Екіншісін В2 десек, тең 3R Т бөлінген мольдік масса түбір астында. Әрине, мына жерде бастапқы температура, мына жерде кейінгі температура. Бастапқы температура ол бізде плюс 30 градус, яғни 303 кельвин. Кейінгі температура тең болады минус 30 градус Цельсий бойынша, ол болса 243 кельвин болады. Енді бұлардың қайсысына қанша есе артық екен білу үшін ең оңай жол ол қатынасын алу. В1-ді біз В2-ге мысалға бөлсек, 3R Т1 бөлінген мольдік масса бөлінген 3R Т2 бөлінген мольдік масса, яғни барлығы жалпы түбір астында дейміз. 3R мен 3R-ді қысқартуға болады, мольдік массаға қысқартуға болады, сонда бізде қалатын жауап Т1 бөлінген Т2 түбір астында. Т1 бізде 303, ал Т2 болса 243. Есептей келе, бұл жерден бізде жауап 1,1 деген жауап шығады. Арқарай, біз сұраққа келетін болсақ, яғни В2-ден В1 қанша есе артық дейді, жауабымыз шықты 1,1. Пайыз түрінде, А, Б, С, Д жауаптарын қарайтын болсаңыз, олар еселік түрінде берілген, ал Е, Ф, G, H жауаптарын қарайтын болсаңыз, олар пайыз түрінде берілген. Қанша пайызға артық дейтін болсақ, алдында да шығарған есептерге тәрізді 10 пайызға артық дейміз. Келесі есеп. Цилиндрлік ыдыс поршенінің астында қысымы 4 көбейтілген 5 дәрежесі паскаль, ал температурасы 300 кельвин идеал газ бар. Осы газдың қысымы 0,8 көбейтілген 6 дәрежесі паскаль болу үшін оның температурасын өзгертпей көлемін. Мына жерде маңызды оның температурасын өзгертпейміз. Яғни процесті біз изотермиялық деп қабылдаймыз.
Бұл жерде бірінші күй үшін формула жазатын болсақ, P1. V1 тең ню көбейтілген R көбейтілген T дейді. Изотермиялық болған үшін оның индекс таудың қажет жоқ. Екіншісі P2 V2 тең болады ню R T. Яғни бұл жерден қорыта келе P1 V1 тең P2 V2 дейміз. Ары қарай. Қысымдарға келетін болсақ, P1 тең екен 4 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі паскаль, ал P2 тең екен 0,8 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі паскаль. Яғни оны екеуін бір-біріне ұқсататын болсақ, 8 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі паскаль деп жазуға болады. Енді барлығын орындарына қоятын болсақ, P1 көбейтілген V1 тең болады P2 көбейтілген V2. 4 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген V1 тең 8 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген V2. 4 пен 8 қысқаратын жерде 2 қалады. 10-ның 5 дәрежелері де қысқарады. Бұл жерден бізге ең соңғы маңызды момент V2-ні іздеп жатырмыз. V2 тең V1 бөлінген 2. Яғни көлем 2 есе міндетті түрде кішірею керек екен. Көлемді 2 есе кеміту керек дейміз. 2 есе кему деген сөз. Қайтадан пропорция құрамыз. V1 егер 100% болған болса, бастапқаны 100% деп аламыз әрқашан. V2 ол тең болады V1 бөлінген 2-ге. Яғни ол деген сөз 50%. Егер 50% болса, өзгеріс 100% минус 50% тең 50% болады. Сондықтан 50%-ға кеміту қажет деген жауапты да белгілейміз. Жауап F және D. Келесі есеп. Графикте массасы тұрақты идеал газдың бір циклдегі көлем температура байланысы көрсетілген. Осы циклдегі қысым туралы дұрыс тұжырымдарды табыңыз дейді. Ең бірінші біз графиктің түріне қараймыз. VT графигі, яғни VT графигі болса, бізде 2-1 ауысуы және 4-3 ауысуы бұл изобаралық процестер. Изобаралық процестер болып есептеледі. Изобаралық процестер болса, екінші нүкте мен бірінші нүкте, яғни P2 тең P1 деген сөз. Яғни екінші нүктеден бірінші нүктеге өтер кезде қысым өзгермейді. Және P3 тең P4 деген сөз, осы жауаптарды іздейміз. Ең бірінші қатарда. P1 тең P2 жауап бізде А жауап екен бар. Және P3 тең P4 жауабы С жауабы екен, ол да бар. Бізге Б жауабы мен Д жауабы автоматты түрде қажеті жоқ.Есі E, F, G, H варианттарына келетін болса, қайсысы үлкен және қайсысы кішкентай. Бұны шығару үшін, дұрыс шығару үшін Менделеев Клапейрон теңдеуін еске түсіруге тура келеді. PV тең ню RT. Енді бізде біз қысымды іздеп атқандықтан P тең ню R көбейтілген T бөлінген V деген бір өрнек шығарамыз. Ню R ол тұрақты, мен әрқашан P үлкен болу үшін бізде температура үлкен болу керек. Ал көлем болса кіші болу керек. Мысал ретінде ондай орындарды қарайтын болсақ, E вариантынан бастайық. P1 мен P2 бұлар екеуі міндетті түрде бір-біріне тең. Бұны сызып тастай аламыз. Және дәл сол сияқты P3 пен P4 тең болғандықтан H вариантын сызып тастай аламыз. F вариантына келетін болсақ, P3 үлкен ба, P2 үлкен ба. Ол кезде мынандай бір өрнек жазуға тура келеді бізге. P3 тең ню көбейтілген R көбейтілген T3 бөлінген V3. Ал P2 тең ню көбейтілген R көбейтілген T2 бөлінген V2 дейміз. Енді дұрыстап қарайтын болсақ, 3 пен 2 ол изотермиялық процесс. Сол үшін олардың температуралары бірдей, ал қысым болса көлемге кері пропорционал. Қайсының көлемі кіші болса, соның қысымы үлкен. Біздің жағдайда екінші нүктенің көлемі
әрине кіші. Сол үшін екінші нүктенің қысымы үлкен болады 3-тен. Жауабымызға келсек, 3 кішкентай 2 дейді. Әрине ол дұрыс екен. Ж жауабын тексермесек те болады, негізінде біз бірақ тексеріп көрсек. P1 кішкентай P4 дейді. Бұл жерде де байқасақ, процесс, изотермия процесі, сол үшін температурада ол жерде бірдей болады, яғни PV константа десек болады. P3 тең P1 екен ғой, кешіріңіздер, тең нью RT бөлінген V1, және P4 тең нью RT бөлінген V2 болады. Қайсының көлемі кішкентай болса, соның қысымы үлкен болады. Яғни бұл жерден білетіміз P1 үлкен болу керек P4-тен. Біз жауабымызға келіп қарайтын болсақ, P1 кішкентай P4-тен деген, сол үшін оны сызып тастаймыз. Сол үшін жауабымыз бізде A, С және F жауаптары дейміз. Ашық ыдыстағы идеал газдың абсолют температурасын 25%-ға артырғанда газ молекулаларының концентрациясы. Ашық ыдысты елестететін болсақ, бір саңылау болсын ыдыста. Ыдыстың ішінде бірнеше молекула бар. Әрине, сыртында да молекулалар бар. Ыдыстың ішіндегі температураны артқан кезде сырттағы қысым тұрақты болып қала береді, ішкі қысым артады. Іште қысым артқандықтан молекулалардың бір бөлігін сыртқа шығарып жібереді дейміз. Сол үшін бізде концентрация кемейді. Сондықтан мына жерде бірнеше жауапты бірден шығарып тастасақ болады. Енді бұл жерде бізге ең ыңғайлы формула P тең NKT формуласын қолдану. Сыртқы қысым мен ішкі қысым бір-бірін теңестіреді. Сондықтан бұны біз константа ретінде ала аламыз. N1 көбейтілген K көбейтілген T1 тең N2 көбейтілген K көбейтілген T2 деп жазсақ болады. К Больцман коэффициентін қысқартамыз. N1 T1 тең N2 T2. N1 T1 тең N2 T2 жазылар. Енді температураны біз 25%-ға артыратын болсақ, T2 деген сөз ол 1/125 T1 деген сөз болады. Яғни T1 өзі 100% бар еді, оны тағы да 25%-ға артырсақ, 1/125 деген бір коэффициент пайда болады бізде. Өрнегімізді қайтадан жазатын болсақ, N1 тең T1 кешіріңіздер, N1 тең N2 T2 бөлінген T1 болады. T2-нің орнына 1/125 T1-ді қоятын болсақ, N2 көбейтілген 1/125 T1 бөлінген T1. T1-лер қысқарады. Демек, N2 тең N1 бөлінген 1/125 деген жауап шығады. Коэффициент ретінде бізде 1/125 есе концентрация кемейді. Пайыз ретінде есептеу керек бізге қайтадан. Егер N1 100% болған болса, N2 тең N1 бөлінген 1/125 тең X пайыз дейміз. Пропорция құрып есептейтін болсақ, пропорция құрайық. N1 бөлінген 1/125 көбейтілген 100 тең болады X көбейтілген N1. Бұл жерден бізде шығатыны N1-лар қысқарады, X тең 100 бөлінген 1/125. Яғни 100-ді 1/125-ке бөлетін болсақ, 80% шығады. 80% шықса, бастапқыда 100 бар еді, кейіннен 80% қалды. Демек, 20%-ға кемейді деген жауап белгілейміз. Келесі есеп, өзеннің 10 метр тереңдігіндегі ауа шарының көлемі 140 см куб. Егер температура барлық жерде бірдей болса, осы шардың өзен бетіндегі көлемі дейді. Атмосфералық қысым әрқашан тұрақты және 100 килопаскаль болатын болса, бізде барлық жерде бұл көлге, не болмаса суға атмосфералық қысым әсер етеді. Яғни судың түбіндегі және судың бетіндегі екі денені қарастыратын болсақ, судың түбіндегі денеге екі қысым әсер етеді.
Бірінші оған гидростатикалық қысым әсер етеді, сосын атмосфералық қысым әсер етеді. Яғни P0 плюс ρGH деген қысым оған әсер етеді. Ал судың бетіндегі денені қарайтын болсақ, бұған тек қана атмосфералық қысым әсер етеді, ол P0-ге тең. Енді температура тұрақты болатын болса, бұны изотермиялық процесс ретінде қарастыруға болады. Сондықтан P1 V1 тең P2 V2 формуласын жаза аламыз. Яғни P1 бізде бастапқыда терең жерде болғандықтан P0 плюс ρGH көбейтілген V1 тең P2-нің орнына тек қана P0 көбейтілген V2 дейміз. Енді бізде ρGH-ты есептеу керек болады. Біздің биіктігіміз 10 метр және судың тығыздығы 1000 килограмм метр куб. Атмосфералық қысым 100 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі паскаль плюс судың тығыздығы 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген G бізде 10 көбейтілген H бізде 10 көбейтілген V1 тең болады 100 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі паскаль көбейтілген V2 дейді. Есептей келе атмосфералық қысым және гидростатикалық қысымда бірдей екен көруге болады. 10-ның 5 дәрежесі, 10-ның 5 дәрежесі. Яғни 2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген V1 тең болады 10-ның 5 дәрежесі көбейтілген V2. Осы жерден 10-ның 5 дәрежелерін сатып алады. V2 тең 2 V1. Бізде бастапқы көлем 140 см куб екенін ескеретін болсақ, 2 көбейтілген 140 см куб тең болады. Жауап 280 см куб. Жауабымыз С болады. Бірақ С жауабын табу жеткіліксіз екен аңғарып қарайтын болсақ, мына жерде процент ретінде де бізде берілген варианттар бар екен. Бастапқыда 140 см куб ол сантиметр куб. 140 сантиметр куб ол 100% еді. Кейіннен соңғы көлем 280 сантиметр куб болды. Әрине көргеніңізде 2 есе болғандықтан ол 200% болу керек. Бастапқыда 100% еді, кейіннен 200% болса, бұл деген сөз 100%-ға көлеміміз артты деген сөз. Сондықтан жауап С және F жауаптары болады екен.